Саламатсыздар ма? Көркем жазу сабағының 10-шы сабағы. Бүгін біз и, және әріптерін көркем жазып үйренетін боламыз. Әдеттегідей, и әрпіміз ш әрпінің элементтеріне ұқсас, жазу жолақшамыздың үстіңгі бөлігінен төменге қарай көлбеу түзу жағалай отырып, бірінші тармағын жасаймыз. Енді екінші тармағын жасаймыз. Келесі екі ашық тастаймыз, тағы екі ашық тастаймыз. Енді әрпін жазатын боламыз. Әрпі. Келесі екі ашық тастап, тағы әрпін жасаймыз. Енді әрпін жасаймыз. Жартылай сопақша және ортасын сызамыз. Сонымен қатар әрпінің де жазылу жолын көрсетіп кетейін бір әрпі и әрпінің элементіне ұқсас. Дәл солай бір ғана тармақтан тұратыны және үстін түртеміз. И сөзін жазайық мысалға. Ілгіш. Электрик.